Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен Ақгүл Абдуллаева. Бүгін сіздермен творожная запеканканың рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді әрі бірінші дайындағаннан күшті шығатын десерт. Ендеше соңына дейін көріңіздер. Енді керек ингредиенттердің барлығын дайындап қойдым. Ол үшін бізге сүзбе керек, жұмыртқа керек, қант, қаймақ және жүгері крахмалы керек болады. Ал ендеше бастайық. Сүзбеміздің үстіне жұмыртқа саламыз, қантымызды саламыз. Қантты сүзбенің дәміне қарай азайтып қосуға болады. Қаймағымызды саламыз. Қаймақ менде дүкеннің қаймағы 20% қаймақ. Енді осының барлығын жақсылап миксермен араластырамыз. Миксер болмаса, блендермен де араластыруға болады. Ал егер сүзбеңіз сұйықтау сүзбе болса, онда тіптен кәдімгідей венчикпен де араластырсаңыз болады. Ең бастысы ингредиенттердің барлығы бір масса болып араласуы керек. Мінекей осындай сұйық масса шығады. Енді осының үстіне қалған ингредиент, яғни жүгері крахмалын саламыз. Жүгері крахмалы болмаған жағдайда ұнмен араластырсаңыз да болады. Мінекей барлық ингредиенттер жақсылап араласты. Соңында осылай венчикпен де тағы бір араластырып жіберіңіздер. Енді осы массаны формаға құямыз. Менде кәдімгі кекстің формасы. Сіздерде бұндай форма болмаса, кез келген өзіңізде үйде бар формамен жасауға болады. Мінекей формамызға құйдық, орналастырдық. Бір-екі рет ұрып ауасын шығарып алыңыздар. Енді осыны 180 градуста 25-30 минутта пісіреміз. Мінекей достар, осымен біздің сүзбелі, яғни творожная запеканкамыз дайын. Формадан міндетті түрде суығаннан кейін ғана шығарыңыздар. Осылай формадан шығарып, бетін әрлеп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Бұны таңғы асқа сырникидің орнына да пісіріп дайындап жесеңіздер болады. Міне өзіңіз көргеніңізде еш қиындығы жоқ, барлығын араластырып тек пешке сала саласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.